Сәлем достар, мен бүгін D3 витамині туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. D3 витамині негізінен иммунитеттің қалыпты жұмыс жасауына, тірек қимыл жүйесіне, яғни балаларда рахит ауруының алдын алуға, сүйектер мен тістердің саулығына, тері құрылымына жауап беретін өте маңызды витамин болып табылады. Біз D3 витаминін негізінен күн сәулесінен аламыз. Алайда қазіргі таңда балалардың күннің көзіне өте аз шығуына байланысты және де қыстың ұзақтығына байланысты балаларға 1 айдан бастап D3 витаминін беру ұсынылады. Қалыпты жағдайда бұл витаминнің мөлшері 90 мен 100-ның аралығында болу қажет. D3 витамині емдік және профилактикалық дозада беріледі. Емдік дозадағы мөлшерін білу үшін міндетті түрде қан анализін тапсырып, дәрігер нұсқаулығын алу қажет. Анализдерде 30 бен 100-дің арасы норма деп беріледі. Алайда егерде сіздің балаңызда 30, 40, 45 шығатын болса, D3 мөлшері, онда бұл уже дефицит, D3 витаминінің жетіспеушілігі болып табылады. Бұл жағдайда дәрігер кеңесімен емдік дозаны қабылдау қажет болып табылады. Қазіргі таңда D3 витаминінің түрлері көп. Сіздерге слайд түрінде бірнеше жиі қолданылатын кең танымал D3 витаминінің түрлерін ұсынып отырмын. Сіз өз балаңызға қандай D3 витаминін беріп жүрсіз? Сол жайында комментарий қалдырып бөлісе кетіңіздер. Егер де ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.